Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, сіздермен Таңшолпан. Бүгін біз осындай әдемі жеміс қара жүзімнен компот дайындаймыз. Ең алдымен біз барлық банкілерімізді тазалап жуып, буға стерилизация етіп аламыз. Және де сонымен қатар суымды қайнатып жатыр мына жерде. Қапақтарында осы буға қайнатып аламыз. Ыстық суға қайнатып аламыз. Барлығын дайындап, осылай стерилизация етіп дайындап қоямыз. Жемістерімізді тазалап жуып, барлық стерилизация етілген банкілерімізге теңдей бөліп шығамыз. Қара жүзімнің өте пайдасы зор, мидың дамуына және сонымен қатар қан тамырларын жақсартады. Осылай теңдей бөліп шықтық. Енді үстінен қайнаған ыстық суымызды құямыз. Толтырып, барлығын бірдей құйып шығамын. Барлығы табиғи түрде жасалған, ешбір химикаты қоспасыз әдемі компот түрі болып шығады. Қайнаған суымызды құйып, осылай банкіге жауып қоя тұрамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, цветінде өзгертіп келе жатыр. Осылай бір жарты сағатқа тұра тұрса болады. Содан соң біз оны осындай сеткасы бар қапақпен сүзіп, мен оны бөлек жаңағындай ыдысқа құйып аламын. Біз оны қайнатамыз. Осы суды үстіне қант салып қайнатамыз. Міне осы ыстық судан кейінгі түрі осындай қалыпта, түсін өзгерте бастады. Мен 200 граммнан 3 литр банкіге осындай кесемен толтырмай, 3 литрге 2 кеседен 2 литрге 1 кеседен саламын. Мен осындай 3 банкінің суы кетті. Соның мөлшеріндегі қантты салып, отта сиропымызды қайнатып аламыз. Суымыз қайнап бастады. Осы қайнаған суымызды біз аламыз да жаңағы банкімізге құйып шығамыз. Келесі 2 банкінің суы қайнайып жатыр. Осылай теңдей бөліп, мына 3 банкінікін бөлек құйып аламын. Келесі банкілерімізде солай құйып, ішіне қанша банкі құйдыңыз, сонша банкінің мөлшеріндегі қантын салып, сироп дайындап, теңдей бөліп, осылай жауып қоямыз. Мінекей, цветін өзгертіп, қанық. Бұл сақтала келе, мысалы, күн көзі түспейтін қараңғы жерге сақтап қойғанда өте одан сайын қара түске еніп, дәмді болады. Барлығын мен жаңа крышкаларын, крышка жапқышпен, закрывашкамен жауып, оны жаңағы төңкеріп қойдым. Бір түнге қоямыз суығанша. Содан соң келесі күні жертөреге түсірсек болады. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып, рецептпен өздеріңіздің жақындарыңызға бөлісіңіздер. Тіркеліңіздер менің каналыма. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.